Жұмыртқаның адам ағзасына берер пайдасы мол екені бұрыннан-ақ белгілі. Оны пайдалану ежелгі үнді жерінде бастау алған деген дерек бар. Ертеде қыз-келіншектер әжімнің көзін жою үшін немесе шаштары қатты болу үшін жұмыртқаны пайдаланған. Ал ер азаматтар жорыққа не шайқасқа шықпас бұрын жұмыртқамен ауқаттанған. Сондай-ақ өз жарақаттарын жұмыртқа басу арқылы жазған екен. Жұмыртқаны қайнатып, қуырып жеу арқылы асқазанды ғана емес, бар ағзаны пайдалы элементтер мен дәрумендермен толтыруға болады. Құрамындағы ақуыз, йод, фосфор, селен, тағы сол сияқты элементтер созылмалы аурулардың алдын алады. Сондай-ақ оның құрамында А, В, Д, Е дәрумендерінен бастап, бас-аяғы 13 дәрумен кездеседі. Жұмыртқада калорий аз. Бір жұмыртқаның құрамында орта есеппен 76 калорий ғана бар, ал майлылығы небәрі 10%. Жұмыртқа ағзадағы холестерин мөлшерін төмендетіп, жүрек, жүйке және онкологиялық аурулардың пайда болуына жол бермейді. Көптеген диеталардың мәзірінде жұмыртқа кездесіп жатады, себебі оның арқасында артық салмақтан арылуға және салмақты бір қалыпты ұстауға болады. Тырнақ, шаш өсімі мен көздің көруін жақсартамын, тістерім маржандай таза, сүйектерім мықты болсын десеңіз, ас мәзіріңізге жұмыртқаны қосыңыз. Жұмыртқа ағзаны түрлі инфекциялардан қорғап, иммунитетті күшейтеді. Жұмыртқа бет күтіміне де пайдалы. Бір жұмыртқамен бір ас қасық балды араластырып бетіңізге жағып, 15-20 минут жатып демалыңыз. Кейін жылы сумен шайып жіберіңіз. Бетіңіздің тазарып, нәрленіп, терінің тартылғанын аңғаруға болады. Жұмыртқаның сарысын шашыңызға жағып, 1-1,5 сағаттан кейін жылы сумен жуып жіберіңіз. Бұл ем шашыңыздың жылтыр болып, алдағы күндері ұштанбауына жол ашады. Көзіңізге сүйел шыққан кезде қайнаған жұмыртқаны ыстық күйінде басыңыз. Сондай-ақ қатты тамақ ауырған кезде қайнаған жұмыртқаны жылы күйінде мойныңызға қойып, қайта-қайта домалатыңыз. Пісірген бәлішім тәтті болсын десеңіз, қамырға жұмыртқаны қосуды ұмытпаңыз. Сондай-ақ бәліш алтындай жарқырап тұру үшін оны пешке салмас бұрын үстін жұмыртқаның сарысымен бір майлап шығыңыз. Жұмыртқа таңдаған кезде оның сыртқы қабығына мән беріңіз. Егерде қабықшасы кедір-бұдыр, түсі өзгешелеу болса, оны алмаған жөн. Мұндай жұмыртқаның мерзімі өтіп кеткен. Жұмыртқаның құрамында холестерині көп, бауырға зиян деп есептейді. Біріншіден, жұмыртқа жеңіл сіңетін тағам. Жұмыртқа ақуызының 98% ағзаға тез сіңуі, жаңа жасушалардың құрылуына септігін тигізеді. Сонымен қатар, бұлшық еттердің дамуын қалыпты деңгейде сақтайды. Күніне бір жұмыртқа жеу арықтауға көмектеседі. Екіншіден, дәрумендерге бай. Бір жұмыртқа құрамында 5% А дәрумені, 10% Д дәрумені, фосфор және темір, мырыш, йод, ретинол, рибофлавин сынды микроэлементтер бар. Күнделікті жұмыртқа жеу көз бұлшық еттерінің жұмысын жақсартады. Үшіншіден, остеопороз дертінен сақтайды. Әйел адамдар 40 жас шамасында остеопороз дертіне шалдығып жатады. Шала пісірілген жұмыртқа сүйекті қатайтады. Төртіншіден, ми жұмысын нығайтады. Жұмыртқа құрамындағы холин есте сақтау қабілетін жақсартып, жағымсыз әрекеттерге бірден жауап қайтаруға көмек береді. Егер кішкентай баланың 3 жастан кейін аллергиясы болмаса, ми жүйесінің дұрыс қалыптасуы үшін жұмыртқа жеп үйреткен жөн. Бесіншіден, атеросклероз ауруының пайда болу қаупін бәсеңдетеді. Жұмыртқаны тамақпен қоса пайдаланса, холестерин деңгейі қан құрамында көтерілмейді. Піскен жұмыртқаны зәйтүн және сары маймен пайдаланбаған дұрыс.